Күні бүгінгі дейін бейнесі көз алдымда елестеп тұратын тәмпіш мұрын қара баланың тағдыры не болғаны маған белгісіз. Үлкен кіші оны өзіміздің тәмпіш қара дейтін. Осы бір сөзден-ақ соншама бір ықыласты, ыстық сезімді аңғару қиын емес. Шынында да ол өзіміздің тәмпіш қара еді. Ол кезде біз Сұлутөрдің етегіндегі Қосарық деген жерде тұратынбыз. Колхозымыздың аты да Қосарық болатын. Бұлай деп кім, қашан қойып жүргені бізге беймәлім, бірақ әр жерде бір шоқыған тамдардың ара-арасымен ирелеңдеп ағып жататын жалғыз арық бар болатын. Неше жылдар бойына су шайып, мүжіліп, арнасының екі жиегі биіктеп, жарқабақтанып кеткен. Соның түбінде жылыстап аққан суды кей жерлерінен бөгеп, өзімізше терең көлшік жасап алатынбыз. Мұның өзі соншама мехнаты көп, ауыр жұмыс еді біз үшін. Жазғы шілденің таңдай күйдірген ыстығында қорғалақтап жанға сая шақыратын жерің сол көлшік болса, суды бөгемеске шараң не? Бұлаяқ түсейін десең, суы тым таяз. Суды бөгеу үшін біз сол арықтың жар қабағын қопаратынбыз. Су тисе шекердей үгітіліп, су тимесе тастай сіресіп, қатып қалатын құмдақ сары топырақ. Көлшік жасау үстінде кейде қызыл кеңірдек боп ұрсысып, кейде жағаласып та қалатын едік. Оның есесіне бөгетке толған суға рахаттанып түскенімізде көңілдегі кірбің жуылып кетуші еді. Бірақ бұл рахатымыз көпке созылмайтын. Кешке дейін лайланған суға түсіп мәз-мейрам боп үйге қайтқанмен, келесі күні келгенде көлшігіміздің жайрап жатқанын көретінбіз. Кешегі үйген топырағымыздың сілемі де қалмай, тып-типыл болады. Түнде біреу келіп тиіп кетті ме, әлде мына жылыстап аққан судың өзі ағызды ма, ол жағы бізге белгісіз. Арықтың жағасына тұрып алып, жатып кеп таласамыз. Ақыры бір шешімге келеміз. Ол тағы да көлшік жасау, сонымен бірге қайткен күнде де кешкісін бөгеттің маңын торып, кім бұзғанын білу. Ертеңгіліктегі осы байлауымыз кешке ғай божырап кететін. Шындап келгенде, аңдуға ешкім шықпайтын. Оның да өз себебі бар. Біріншіден, біз бөгетті ауылдан тысқарырақ жасайтынбыз. Шуылдап, маза бермедіңдер деп ауыл ортасынан жеңгейлер талай рет қуып шыққан. Екіншіден, осы араға кешкісін келіп, таң атқанша күзетуге шынын айтсақ қорқатынбыз. Үшіншіден, арамыздан батылдау біреу белсене шықса, оның батылдығы үйіне барғанша ғана еді. Кешкісін қайда барасың? Тырп етпей үйде отыр. Күні ұзақ ойынан басқа түк білмейсің деп шешең немесе әжең зекірсе болды, көжектей жым болатынсың. Соның бірі өзім едім. Біздің ауылдың үйлері ол кезде бір-бірінен аумайтын шымнан жасалған тапал тамдар. Сырты әктелгендерінің өзі бірен саран. Үйлердің аулалары да біріне бірі ұқсас, шым дуалмен қоршайтын. Үйге іргелес мал қора. Одан шыққан қи жаз ортасына дейін. Ауланың дәл ортасында шошайған мола құсап үйіліп тұратын. Ағаш атаулы атымен жоқ. Тек мектеп түбінде екі терек барды. Жаз күндері оның көлеңкесінен қой ешкі, бұзау арылмайтын. Атамның қыршаңқы қара биесінде, көршіміз Тілектің көк есегінде іздесең, сол арадан табатынсың. Жасыратын не, мектебіміз сол маңайда мақтан етерлік еңселі, биік, төбесі қызыл қаңылтырмен жабылған, терезелері де үлкен, әдемі үй болатын. Рас, едені сол өңірдегі барлық үйлердей топырақ еді. Кейіннен Келдібай деген жаңа директор келіп, ұзын залдың табанына жалтыратып тас салған. Кейін білдік, цементпен сылапты екен ғой. Кей күндері біз терезеден жасырын түсіп, осы тас еденге асық ойнайтынбыз. Мектептің қарауылы әміреден қатып семген жүдеу, көк көз шал еді. Шіркіннің шіңкілдеген даусы құлағыңды жаратын. Оның бір ұл, бір қызы бар. Ұлы менімен бірге 3-ші класты бітірген сол жазда. Бірақ менен 3 жас үлкен. Қызы бір класс жоғары. Оқығанымен жасы ересек, нағыз бой жеткен. Әміре шал көктем шығысымен ақ, ауылдың сыртындағы бақшасына барып күрке жасап, соған көшіп алады. Сары күзге дейін оның қарасын көрмейсің. Онда мектепті күзету, ұлы Оңалбек пен әпкесі Күлдәрінің еншісінде. Шешесін сырқаты көп адам дейді. Өз басым көрген емеспін. Оңалбек. Екеуміздің ымы-жымымыз бір болатын. Өз аңқау, не айтсаң, соған сенгіш.
Басқа балалар секілді шымыр емес, болбыр әрі жуас. Сондықтан өзінен кішкентайлардан да таяқ жеп қалатын. Сондағы арашашы менмін. Ал әпкесі қиқар, тілі де қыршаңқы, қыздан гөрі ер балаға ұқсас, жауырынды келген, қол аяғы балғадай ақсары қыз. Бізді жасырып мектептің ішіне кіргізетін Оңалбекте көре қалса, бізді тырқыратып қуып шығатын Күлдәрі оның қолына түссең, аямайды. Ұрса бір сәрі ғой. Құрғырың шымшиды. Ұстаған жерін жұлып алады-ау. Айтпақшы, Күлдәрі бұраған құлағым бірнеше күн күп боп ісіп кеткенде, әжем олардың үйіне барып, шаңын қаққан көрінеді. Дүниені күйдіре жалмап тұрған ыстық күннен қорғанатын жерін көлшіп, суға түсіп сайран салғанда шақырайған күнмен егеске түскендей әсерде боласың. Бұл күні әйтеуір көлшігіміз бұзылмапты. Ерте бардым-ау десемде, бірнеше бала суға түсіп үлгеріп, бос топырақта аунап жатыр екен. Кейбірін танимын, кейбірін танымаймын. Танымайтын себебім, біздің колхоздан 3-4 шақырым жерде тағы бір ауыл бар. Айналдырған 10 шақты үй. Оларды сиыршы дейді. Себебі көлікке жегер аты да, мінер көлігі де сиыр мен өгіз. Келдім. Дереу шешініп, суға қойып кеттім. Көп замай бұл арада балалар құжынап кетті. Суды шапылдатып шашамыз, сүңгіп жүреміз. Жүгіріп барып топыраққа аунаймыз, тіпті тамаша. Осы арада ойламаған жерден шатақ шықты. Су қызығымен жүріп, әбден тоңғанымды білмеппін. Енді жағаға шығып, киінбек болып, жейдеммен шалбарымды іздесем, ұшты күйлі жоқ. Шашылып жатқан балалардың киімдерінің арасынан да таппадым. Әбден жыларман болып, ой, әкеңнің кім тықса, қолы сынып, аузына жетпесін, бар пәлекет басынан кетпесін, көзін шел басын, омақасып тоқалаң ассын, мұрны пұшық болсын, көзі қисық болсын, деп қарғысты жаудырдымай кеп. Сен не оттап отырсың? Дауыс шелке тұсымнан шықты. Қарасам, Иманбек қасында Оңалбек тұр. Тыққан осы дегендей көзімнен белгі беріп, қасын қағады. Сенің не шаруаң бар? Дедім Иманбекке. Кімді қарғадың? Кім? Жасырса соны. Шығар күнді көрмесін, жер бетінде тірі жүрмесін. Осы көргені көп болсын, үрім бұтағы жоқ болсын. Деп тағы да шұбыртып ала жөнеліп ем. Міне, саған жоқ болған. Деп Иманбек жауырынымнан теуіп жіберді. Арқамды сипалай бақырып, мен де орнымнан ұшып тұра беріп ем, Иманбек қарсы алдыма топ ете түсті. Әй, әкеңнің деп төне бергенім сол еді, біреу. Тоқта деп кеудемнен кейін серпіп итеріп жіберді. Иманбек те әлдекімді балағаттап тұра бергенде тағы да жерге жұлыннан түсті. Сонда ғана барып байқадым, Иманбекті ұшырып түсіргенде, мені итеріп жібергенде. Тәмпіш мұрын қара бала. Ол жығылып жатқан Иманбекті иығынан ұстап көтеріп алды да. Қане? Қай, деді сабырлы, зілді үнмен. Түйдей болып, ұялсаң етті. Міне, қызық. Әншейінде әркімге бір тиісе беретін, орынсыз қоқан-лоққы жасайтын. Қылжақбас Иманбек жүнін жығылған әтешше тілге келместен тайып тұрды. Ал енді тәмпіш мұрын қара балаға келейік. Кетіп бара жатқан Иманбектің артынан біраз қарап тұрды да, басын шайқап, мырс етіп күлді. Әлгі бір қадалған көзіндегі су қайбардан із қалған жоқ. Дөңгелек жүзіне сүйкімді бір арай ойнап шығып, сыңқы көзінің ноқаттай қара жанарында ерекше бір ұшқын тұрды. Ол ұшқын балаларды өз маңына үйіріп, оның ақкөңіл жанын айқара ашқандай. Сонымен бірге осы бір ұшқыннан бұрын мен көрмеген, маған тіптен беймәлім бір батылдықты аңдағандай болдым. Бейтаныс баланың түр әлпетінде пәлендей сымбат жоқ еді. Денесі түтінге ысталғандай қара қоңыр, әрі май жаққандай жылтырап тұр. Бұлшық еттері білегінде бүлкілдеп шығып, бүлк-бүлк етеді. Оның суға түскенін байқамасам керек. Екі шекес торсықтай, жалпақ маңдайынан үйсіп түскен бұйра қара шашында су тамшылары күн сәулесімен таңғы шықтай жалтырайды. Қабағы да төңкере салған кесе секілді, бетінің еті де қалың. Бірақ ерні жұқа. Ақырын ғана жымиып күлгенде, қаз-қатар апақ тістері тізілген ақ моншақтай көрінеді. Оншама бойшаңда емес, төрт бақ, шымыр балалар.
Иманбек ұзап кеткенше артынан ысқырып, келемеждеп мәз боп жа. Қанда әлгі бала күлімдеген бойы маған қолын созды. Кел, танысып қояйық. Менің атым Шаншатай. Менің атым Ертай. Екі алақан енді еш уақытта ажырамастай шарт етіп қабысты. Қолы темірдей қатты. Тілеп алған азап. Кешкісін біз Шаншатайдың әңгімесін тыңдайтынбыз. Ал оның білетіні көп еді, оның бәрі біз үшін жаңалық еді. Батыр пионер Павлик жөнінде де біз сонда алғаш рет Шаншатайдың аузынан естіп ек. Ол әңгімені қалай айтады десейші. Кәдімгі бір шым-шытыры оқиғасы мол ертегі. Тыңдағандай әсерде қалатынсың. Ертегі көбіне жын-шайтан, дию жезтырнақтармен үрей шақырса, кейде түсіңе кіріп шошытса, Шаншатайдың әңгімелерін естігенде тәтті бір қиял тербеп, сол қиял қайығында кейде жүзіп, кейде сол қиял қанат бітіріп, самғап ұшқандай болатынсың. Бірде, шіркін-ай, Павликтей пионер болсам деген арман жетелесе, енді бірде сонау Ну тайгада комсомол қаласын салып жатқан аға әпкелердің қасында жүрсемші деп ойға бататынсың. Шаншатай әншекен. Сыбызғыдай сиқырлы дауысы құлағымда тұр әлі. Ол бізге көп ән үйретті. Енді біз ертеңгісін жұмысқа сап түзеп, ән шырқап баратын болдық, кешкілікте әнмен ораламыз. Мен әкелген бояу қарындаштар да кәдеге жарады. Бір күні Шаншатайдың айтып көрсетумен мен үлкен ақ қағазға кірпі деп бадырайтып жаздым да, тұсына кірпінің суретін салдым. Ал содан кейін оны Қызылқұрдағылардың көрмегені де, ондағы жазуды оқымағаны да қалмаған болар. Алғашқы газетімізді жұрт тамақ шетін бастырманың жалпақ діңгегіне жапсырғанбыз. Оқығандар қыран-топан күлкіге батты. Қарғыс сөздерде шығып қалды. Бірақ жұрт дән риза. Алғыс сөздерде жауды. Шешектің тілі келімдәрідей аш екен. Жай өйтпе. Жұмыстан гөрі ұйқыны тәуір көретінің өтірік пе? Айтшы, кәне. Мәтінді дұрыс теріп, қайта ұсынамын. Әй! Мынау біздің шәймен бе? Ой, түл дерсің. Таспақаға мініп, жар биюін, шіркіннің. Бетім-ау, үлкен жәкемді не қып қойған. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ой, айналайындар. Ой, көсегелерін көгерсін, көп жасағырлар. Деп апамның еріп қойған шыда жібіндей домалана қалған бригадиріміз батасында, алғысында жаудырып жүр. Міне, жігіт деп осыларды айт. Жұмыста қолынан келеді, сауыққа да кенелтті. Енді, міне, жалқауларды қатырды, бәлем. Ой, айналайын. Ой. Мұнан соң мен есірмей кім есірмек? Сөзге тоқтауы жоқ, Бейсекүлге пысқырып қарар емеспін, тіпті, оның да суретін салып іліп қоймақ ойым бар. Бәлем, бір шыж-быж болсын. Бірақ мұныма Шаншатай тоқтау айтты. Бұлай етуге болмайды. Бейсекүл жалқау емес. Кіп-кішкентай боп алып масақты қалай терет? Терсе. Ше. Ал тілі шиқандай деп көріп ем. Болмайды. Деді Шаншатай шорт кесіп, тым мақтаншақпысың, Мына сөз инедей қадалды. Тасқындаған көңілімді басып тастады. Үнсіз жатқан қызбалық осы сәтте суман етіп шыға келді. Мен бе? Мақтаншақ. Дедім тіксініп келіп. Сен өзің тым әлдекімсің бе, білдің бе? Мә, қағазың өзіңе. Мен оралған бірнеше қағазды лақтырып тастадым да сырт беріп жүріп кеттім. Осыным өкіне опық жеймін аудио жоқ. Қыр көрсетіп барамын. Шаншатайда үн жоқ. Түсі де өзгермеді. Ештеңе болмағандай шашылған қағаздарды жинап алды да күркеге беттеді. Жаста болса өзін қалай ұстайды десейші. Сонымен мен ол күні жұмысқа шыққан жоқпын. Үйге кетіп қалуға біраз оқталдым да, ол райымнан тез қайттым. Қашқын деп балалар мазақтап жүрсе қайтпекпін. Бейсекүлдің өзі ақ бүкіл Қосарық пен Сұраттың өңіріне жайып бітер. Кеудемнің түкпірінде Шаншатай менен кешірім сұрап жалынар деген үміт шоғы дабықсып тұр. Күн желкен болатын. Күндегі ашық аспанда қалқып жүретін ақша бұлттардың етегін әлдекім ұстаған тәрізді. Енді қарақошқыл тартып тіркесіп көбейе түскен.
Біреу. Үрлегендей әрі-бері теңдей көшіп жүр. Мен қырманға тақау сабанның үлкен маясының түбіне бардым да шалқамнан түсіп жаттым. Бұлт арасынан сығалап, күн сәулесі оқта-текте маңдайыма қадалып, көзімді еріксіз жұмдырады да қайтадан кері серпіледі. Бұл сәтте көлеңкемен бірге салқын леп бетімді сипайды. Жейдемнің омырауы ашылып кеткен. Кеудем жалаңаш. Аяғымды созып жіберіп, балбыраған рақатқа батқандай әсердемін. Астымдағы сабан жұп-жұмсақ. «Ей, жігітім, бұл не жатыс?» деген қарлыққан дауыс жұмған көзімді ашқызды. Қарасам. Бригадир. Көк шолағының еріне бір жамбастап отырып, маған шұқшия қалыпты. «Ей, мынау суретші Ертай ма?» деді мені енді танығандай. Жүзінде таңырқау бар. «Мәссаған, мен суретші атанғанмын ба?» «Ей, неғып жатырсың? Бір жерің ауыра ма?» деді ол көтеріле отырған маған бір түрлі. Ет жүрегі елжіреген адамдай. Не дерімді білмедім. Аузыма түскені. «Ішім», дедім тыжырынып. «Ой, қысталақ, ауырған адам өстіп жата ма екен?» «Күнге?» Қыздырынып. «Кәне тұр», деді бригадир. «Кәне, менің күркеме жүр. Сонда көрпе жастық бар, оранып жат». Амал жоқ, сау басыма сақина тілеген өзім. Сөлбіреп бригадирдің алдына түстім. Сол күні кешті батыра алсамшы. Әшейінде шаттанып жүретін бригадир де сол күні мейірімді бола қалыпты. Көрпеге қымтап орап, қос басында жүретін Ләйлім деген кемпірге тапсырды. Балалар не десе, о десін, мана қолымды бір сілтеп, ауылға кетіп қалуым керек екен. Осы кезде бригадирдің суретші жігіт деген сөзі есіме түсті. Бригадир айтты дегенше, менің өнерім ауызға ілініп, бүкіл ауылға жайылды дей бер. Дәл қазір көрші қатындар әжемді ортаға алып, немерең суретші болды деп бізден қорып, сақтап жүрген қарындағы майдың аузын аштырмасына кім кепіл? Біздің ауылда ерінен шыққан сөз от тиген қау секілді лап ете түсетін әдеті ғой. Осындайда әлгі Шаншатай айтқан сонау мұзды теңізге безіп кетсең, шіркін. Ту, тағы да Шаншатай ретсіз жерде ауызға ілігуін. Жә, мен енді оған жоламаспын. Өзінше кісімсіп. Ол менің қандай екенімді білмейтін болар. Мен көрпені басыма тарта жамылып, саңлауынан көңілді бей-жай етер ми қажайтын ойлар кірмесін дегендей тұмшаланып алып едім, тарамыс кемпірге жан біткендей. Қарағым ай, тер шығайын деді ме? Көп тыпыршып ең жаныңа қатты батқан ғой. Енді тынышисың деп, бәйек ордыда қалды. Ішімнен кіжініп мен жатырмын. Тұра салып, сыртқа безіп кетейін десем, мына кемпірдің тірде айырылатын түрі жоқ. Бригадирдің сөзі дәл Құдайдың өзі берген жарлық секілді оған. Көзім ілініп кетіпті, әбден су болып терлеппін. Күркенің іші қараңғы тартқан. Қасымда күн ұзақ күзетіп отырған кемпір көрінбейді. Күркенің алдында әлдекімдер сөйлеседі. Мына шіңкілдек дауыс, әрине Бейсекүлдікі, не дер екен деп құлағымды түрдім. Жіберіңізші, бірақ ауыз сөзім бар деп жалынуда ол. Күбірлей сөйлеген дауыс кемпірдікі. Жібермеймін, мазасын алма, күн ұзақ дөңбекшіп, әлігіндегі ғана тыныштық тапты. Ол сап-сау дейді Бейсекүл күліп. Мәссаған безгелдек. Менің өтірік ауруымды Шаншатай айтқан ғой, шамасы. Енді Шаншатайға деген жыным қатты қозды. Дәл қасымда тұрса, тұмсығын бұзар едім. Кемпір ашуға мінді. Шіңкілдемей бар әрмен онысы түге, бірінен соң бірі келіп. Басқа балалар да келген екен ғой. Қап, мына кемпірдай. Ертай, деп дауыстады Бейсекүл. Әдей жаздап аузымды баса қойдым. Мұның не? Деп кейдім өзіме өзім. Шалқып жатқаның мынау. Мені жұрт ауруға санайды. Әй осы. Тыңдап жатырмын, кемпір есік алдынан кетер емес. Бұл шіркін тамақ ішпей ме? Осы кезде менің ішім шырылдады. Таң атқалы нәр татпасаң, қарның ашпақ тұрмақ, қабысып қалар. Мана бригадирдің көзің ауырса, қолыңды тый, ішің ауырса, аузыңды тый деген. Жігіт емессің бе, бүгінше шыда дегені бар. Бірер рет суыған қызыл күрең шай бергені болмаса, күн ұзақ кемпір нәр татып алмады.
Енді неде болса, түнді күтпек болдым. Ендігі байлам тысқа шығамда, содан соң тайып тұру. Тағы да біреулер күңкілдесті. Әже, мен ықсамын ғой, көрейін бе? Кемпір сөзге келмей жалпақтап. Кіре. Ой, ақырын ұйықтап жатыр деді сыбырлай сөйлеп. Оятпа. Көрпені қымтай түстім. Әй. Ертай деді ықсан қасыма келіп. Мен үндемедім. Оятпа. Деді біреу. Ойпырмай, бұл Шаншатай ғой. Мана жүзі тым жабырқау еді. Қатты ауырып қалмаса нетті. Даусында қатты қамығу бар. Әлгінде ғана жазғырып ем. Тіпті төбелеспек те болдым ау. Әй, осы ұшқалақтығым-ай. Жай. Ауырған болар деді біреу. Кім білсін? Мен оған әдейі Октябрь балалары газетін әкеп ем. Құлағым елең ете қалды. Пионерлердің сонау Алматыда шығатын осындай газеті барын естігем, оны Шаншатайдың өзі айтқан. Ол газетте өлеңде, әңгімеде, суреттерде басылады. Сен суретті көп сал. Жақсысын сонда жібереміз, сөзсіз басар деген болатын. Енді міне сол газеттерді алып келген. Айтпақшы, сонда бұл бүгін ауылға барған болды ғой. Әйтпесе, газет бұл араға қайдан келмек? Айдан келмек. Жазылар деді ықсан, ұйықтап жатыр ғой. Жазылса жақсы болды деді Шаншатай, мен бүгін оны ренжітіп алып ем. Енді сөйлеспесте. Қайда барар дейсің? Өзіңіз тұрақты Ертай ғой. Әрине деймін мен іштей, қайта мен ренжіттім ғой сені. Тұра салып айтсам ба екен? Ту, осы жеңілтектігім-ай. Мазасын алмайық деді Шаншатай, ұйықтасын. Құқыққа келер ме? Желік тіріп кетті емес пе? Жо, енді жату. Бірақ екінші ойды мүлде құртты. Бүкіл халық сені ауру дейді. Не? Сол түнгі өзім тілеп алған азапты бастарына бермесін.